Сәлеметсіздер ме оқушылар? Барлық бүгінгі күнімізге сәттілік. Жақсы оқушылар, олай болса, барлығымыз түгелміз бе сабақта? Кім жоқ? Түгел сияқтымыз, е? Жақсы, олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ең бірінші топқа бөлінейік. Топқа бөліну үшін мына алдымыздағы парақтардан алып, жақсы оқушылар, енді не бойынша бөлініп отырмыз сонда балалар? Ою өрнек бойынша бөлініп отыр екенбіз. Сондықтан сол оюларымыздың қаз мойын және қошқар мүйіз деген оюлар бойынша екіге бөлініп отырмыз. Енді оқушылар, бұл биология пәнімен қалай байланысады деп өздеріңіз ойлайсыңдар. Бұл топқа бөлуіміздің маңызы бар, себебі балалар, біздер бүгінгі сабағымызға бұл қатысты. Ол механорецепторлар деген, біз рецепторлар деген жаңа сабағымыз бар. Сол бойынша бұл қатысты. Балалар, қазақ халқының қолөнері мен дене еңбегінде механорецепторлардың рөлі зор. Яғни біз қазір сол оюымызды қайшыменен ойып түсірейік. Сол түсіру арқылы, қайшымен ойып түсіру арқылы біздің қолымыздағы рецепторларға күш түседі, ауырлық күші түседі де, қолымыздың жұмысы белсенді болады. Сол белсенділік арқылы біз сипап сезу қызметі қолымыздың жақсы дамиды. Яғни біздің ата-бабамыз осы оюды түсіру барысында көптеген жетістіктерге жеткен екен. Тек қана ою емес, киіз басу, өрмек тоқу, алаша, тағы басқа қазақтың қолөнер бұйымдарын жасап, өздерінің жаңа механорецепторларының қызметін әдемі қылып ойған екенсіңдер оқушылар. Біз мына қазақ халқының ой өрнегі нәтижесінде біз биік шыңдарды бағындыра аламыз. Яғни қазақ халқының мәдениеті тек қана ой өрнек емес, текемет басу, киіз басу, ши басу, құрақ құрау сияқты қазақтың қолөнерімен байланысты екен. Енді бүгін біз топқа бөлудегі негізгі мақсатымыз бүгінгі сабағымызбен бұл байланысты екен оқушылар. Олай болса, біз үй тапсырмасына көшейік. Ал үй тапсырмасы қандай еді? Кәне, кім айтып жібереді? Үй тапсырмасы, Айгүл? Жолының құрылысы мен қызметі, Енді осы ми мен жолының құрылысы қызметі тақырыбы бойынша сәйкестендіру орындаймыз оқушылар. Мына мидың құрылысы және жолының құрылысы туралы сіздің алдыңызға сұрақтар берілген, сол сұрақтар бойынша жауап береміз. Ал біртіндеп келелік, Айгүл, 2-ден білетін болсаңыз, 3-тен сұрақтарды белгілей қояйық. Жақсы, Нұрғанат. Жақсы оқушылар, балалар біздер үй тапсырмасын жақсы оқып келгенімізді байқадық. Жалпы балалар біздер мидың құрылысын және оның бөлімдері туралы біздер мәлімет білеміз. Яғни мидың өзі бірнеше 5 бөлігінен тұрады және осы мидың қызметі. Жаңа сабағымызға кірісеміз. Балалар дәптерді ашып, бүгінгі күннің жарын жазамыз. Оқушылар, олай болса, жаңа сабағымызға көшейік. Жалпы балалар, біздер рецепторлар туралы білеміз. Рецепторлар дегеніміз неді? Сыртқы ортаның әсеріне тітіркенгіштердің өзара жауап беру реакциясы екен. Енді бүгінгі тақырыбымыз механорецепторлар. Механорецепторлардың түрлері печень денешілігі мысалында рецепторлардың тітіркенгіштің өзгерісіне жауап беру реакциясы екен. Енді сабағымыздың мақсаты механорецепторлардың тітіркенгіштің өзгерісіне жауап беруін сипаттау. Жақсы оқушылар, біздер адам ағзасындағы рецепторларды білеміз. Адам ағзасындағы рецепторлардың қызметі. Яғни біз кез келген нәрсені ұстаған кезде ол туралы ақпарат ала аламыз. Яғни суық, салқын, жылы, жаңағы барлық заттар туралы біздің миымызға ақпарат беріледі. Яғни ыссы затты ұстап тұрған кезде қатты ұстап тұра бермейміз. Оның ыссы екендігін естейміз оқушылар, байқайды екенбіз. Енді адам ағзасында көптеген рецепторлар бар екен, соның ішінде механорецепторлар бар екен. Механорецепторлар
рецепторлар дегеніміз не? Сыртқы орта әсеріне, тітіркенгіштердің өзгерісіне жауап беру реакциясы осы механорецепторларда жүреді екен. Яғни механорецепторлар сыртқы ортаның әсеріне, қысымға, созылуға, жанасуға, тағы басқа тербелістерге жауап беретін ерекше қасиеті бар. Енді біздің ағзамызда бірнеше механорецепторлар бар. Яғни Пачини денешігі, Мейснер денешігі, Меркель дискісі, Руфин денешігі, Голджи сіңірлі мүшесі деп аталатын механорецепторлар бар. Енді балалар, біздің ағзамызда қолымыздың өзі түкті тері және түксіз тері деп бөлінеді. Түкті тері дегеніміз бұл адамның қолының үстіндегі терісі. Ал түксіз тері бұл алақанымыздағы тері. Яғни түксіз теріде көптеген осы Пачи денешігі, Мейснер денешігі деп аталатын рецепторлар орналасқан. Сол рецепторлар арқылы біз сыртқы ортаның әсерін осы рецепторлар арқылы не істейді екенбіз? Жұптық жұмыс. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, біз жұптық жұмысты орындаймыз. Бұл ноутбук әдісі арқылы жұптық жұмыс жасайды екенбіз. Яғни екеуі ара жұптық жұмыс не істейміз? Пачи денешігі пайда болған тектестігі жауап қайтарады. Дұрыс. Пачини денешігі жақсы. Жақсы. Енді өзін-өзі бағалап отырамыз. Өзіміздің немізді өзіміз бағалаймыз. Келесі, Айгүл. Жұптық жұмысты орындады. Келесі, топтық жұмыс. Топтық жұмыста біз функционалдық сауаттылыққа байланысты берілген тапсырма, осы тапсырмалар бойынша қолымызда берілген тіс шұқығыш және сызғыш құралдарымен мына сұрақтарға жауап береміз. Бұл функционалдық сауаттылыққа берілген тапсырма, оқушылар. Ақниет айтағы. Қазмойын тобын тыңдап жіберейік. Біріншісі айлық қашықтық алақан 1 сантиметр жайсыз, екінші алақан. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Екінші топ. Дайынбыз ба? Қошқар мүйіз тобына тыңдаймыз, оқушылар. Біз қауышпен алақанға 1 сантиметр тұтқан кезде ол ауырсынысы қатты сезілген жоқ. Алақанға 2 сантиметр тұтқан кезімізде бізге ауырсынудың жай байқалған сездік. Ал бетке 2 сантиметр салған кезімізде ауырсыну сезімі пайда бола бастады. Ал 3 сантиметр кезінде жаңа 2 сантиметрге қарағанда ауырсыну бар екені сезілді. Енді екінші тапсырмада сызғыштың дірілі арқылы бірінші қатты сезілген жоқ. Екіншісінде одан қарағанда кішкене сезілу байқалды. Тапсырмалар қай аймақта метанорецепторлар орналасқан байқадыңыз деген жауапқа біз беретін. Жақсы, жалпы сонда біздің ағзамызда механорецепторлар бар. Оқулықтағы 185-ші беттегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Енді орындап болдық па, оқушылар? Дайынбыз ба? Осы тапсырманы кім оқып береді? Қошқар мүйіз тобында кім оқиды? Айгүлден басқа. Әйгерім оқиға. Қазмойын тобында Әйгерім. Дайынсың ғой? Пачини денешігі пайда болған тербелістерге жауап қайтарады. Мейснер денешігі түксіз тердегі рецептор. Қошқар мүйіз. Мирас оқиға. Механорецепторлардың түрлері, олардың қызметі Өте жақсы орындаған екенсіздер. Жақсы оқушылар, барлығымыз орындадық қой, басқаларымыз да орындадық па? Кәне ашып отырамыз. Жақсы. Ақбаян да, кімде, Ырза да жақсы орындаған. Олай болса, келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма бұл Тарсия әдісін оқушылар білеміз ғой. Ақтолқын айта. Барорецепторларды қайда орналасқан? Қан тамырда, жүректе орналасқан. Дұрыс. Механорецепторлардың 4 типін атады. Қызмет атқарады. Жақсы. Тағы жалғастыратын бар ма? Болдық па, оқушылар? Сабағымызда бағалаймыз. Бүгін сабағымызға жақсы қатысқан оқушылар бар. Сол оқушыларымызда бағалаймыз. Яғни Ақбаян 10 ұпай, Әйгерім 10 ұпай, Ақниет 7 ұпай, Қабыл 7 ұпай, Альбина 8. Үйге тапсырманы жазып алайық. Үйге тапсырма.
Үйге тапсырманы жазып аламыз. 109 тақырыпты оқимыз және 185 беттегі екінші кестені толтырамыз.